Тамаша бауырсақ болып жатыр. Тоңмай кеткен мінекей, майды сыртында түк май жоқ. Қандай тамаша мінекей. Баяғыда осылай кілең тоңмайға пісіретінбіз. Біз бүгін бауырсақ істейміз. Бауырсақты бірнеше рет көрсеттік, бірақ сол сұрап жатыр тағы да қалай істейтінін. Сол бауырсақты тағы да көрсетемін. Міне бауырсаққа жылы сүт керек. Міне сүтімізді жылытып алдық, жылы су керек. Сосын міне апара істедім, мінекей апара. Екі кішкентай қасықпен 2 қасық дрож, 1 қасық қант салып, жылы жерге қойдым. Міне үйтіп бүйткенше көтеріліп қалды мінекей. Міне апара. Сосын 30 граммдай маргарин. Міне мынау май, маргарин. Любой майды сала беруге болады. Сорпаның бетінің де майын салуға болады. Сар майда салуға болады. Сливочный май. Сосын нені қаймақта салуға болады. Любой нәрсені салуға болады. Сұйық майда салады. Кейбіреулер сұйық май құяды. Мен енді қолымда маргарин болды да маргарин салып жатырмын. Бұл маргаринді қазір жылы суға ерту керек. Міне мына судың ішіне салам. Сосын ол ериді. Сосын үстіне сүт құямын. Сүт қосып ерту керек мынаны. Мынау ерісін деп әдейі ыстық су алдым, ыстық су. Міне мына маргарин енді ериді суға. Міне ериді, сосын үстіне жылы сүт құямын. Маргарин салат, сар май салат, сливочный май салат, қаймақ салат кейбіреулер. Қаймақ та қосуға болады бұған. Сорпаның бетінде қосады майын. Жылқының майы болса тіпті тамаша болады. Міне еріп жатыр. Кішкене қаймақ та қосуға болады 1 қасықтай. Кейбіреулер майонез қосады, әркім әртүрлі қосады. Міне 20% қаймақтан да салуға болады. Міне қаймақ салам. 2 қасықпен 2 қасық қаймақ салдым. Сонда бауырсақ әдемі үлпілдеп әдемі болып шығады. Қазір жылы сүт құямын, тұзын саламын. Міне маргаринімізді ертіп алдық. Міне енді жылы сүт құямыз үстіне. Сосын тұз саламыз. Бак осылай қоя тұрайын. Сосын аз болса саламыз. 2 қасықтай тұз саламын. Болды. Енді бұл ериді. Міне енді мынау дрожжымыз мінекей, апарамыз міне. Енді осын саламыз. Қазір қосамыз мұнаға. Мұнаның ішіне де қосуға болады, бөлектес қосуға болады. Көреміз енді қазір ұнды елеп алайын. Болды енді ұнды елеп алайын. Бірінші сортпен істеген дұрыс. Бірінші сортпен жақсы істеу. Ағыннан көрі кішкене бірінші сорт жақсы. Көтергенде де жақсы болады. Жегенде де бірінші сорт енді келмейді. Қандай оны кездеседі енді әрине. Бауырсақты басқан кезде жұмсақып әдемілеп басу керек. Тез көтеріледі сонда. Иін қандыру керек. Бірнеше басу керек. Бір көтерілгеннен кейін иін қандырып, бір көтерілгеннен кейін басу керек. Сол кезде ішіндегі газы нелер шығып, әдемі көтеріледі. Міне әуелі дрожж құямын. Міне апарамды құямын. Енді несін қосамыз. Суын, сүтін, майын мінекей қосып басамыз. Ақырындап. Мінекей осылай жұмсақ басу керек. Міне араластыру керек әдемілеп тұрып. Жұмыртқа қоспайды. Бауырсаққа кейбіреулер жұмыртқа қосып атады. Жұмыртқа көтертпей тастайды. Жұмыртқа қосуға болмайды. Ашыған бауырсаққа. Бауырсақты әдемі қып істесе, әдемі көтеріледі. Онша қатты қылмау керек, шамалы жұмсақ қып. Бірнеше басу керек. Бір көтерілгеннен кейін басып қоясың. Сосын екінші көтеріледі, тағы басасың. Сонда газдың ішінде нелер кетеді. Сонда бауырсақ әдемі шығады. Қазақтар бауырсақты баяғыда қапшық-қапшық қып істеп қояды қыстыгүні. Сосын малға шығады, не қылады, сол кезде бауырсақты балалар болсын, не қылсын салып алып кете береді. Бауырсақ ешқандай не қылмайды.
бұзылмайды, далаға шығарып қояды. Сосын үйге кіргізген кезде баяғыда шешелеріміз істегенде көп бауырсақ пісіреді. Сосын алып келіп пештің желкесіне қояды бауырсақты. Сол кезде жаңағы бауырсақ жүп-жұмсақ болып көтеріліп, жылымменен. Сондай тамаша болады. Онда о кезде мынандай сұйық май деген жоқ. Тоң майға пісіреді. Сол тоң майға пісірген бауырсақты жеп бүкіл бала сонымен өсті. Қандай тамаша болды. Оны тоң май деп ешкімде не қылмайды. Бәрі солай жейді бауырсақты. Бауырсақ пісіргенде балалар қуанады. Сол кезде енді бауырсақ, басқа кәмпит анамнау жоқ қой, сол бауырсақ, ши бауырсақ, соларға мәз болады. Соған қуанамыз. Бауырсақ пісіріп жатыр деп. Көршінің балалары келеді, оларға береміз. Мамамыз бауырсақ пісіріп жатыр деп, сол береміз көршілерге де. Сол бәріміз ойнап жүріп, сол не қылатынбыз. Екеуін онша қатты қылмап, қазір мынаны басып жинап алам. Жұмсартқанда тез көтеріледі әдем. Енді қатты болса көтерілмейді ғой, көтерілу қиын болады. Жұмсақ етсе, әдемі көтеріліп, әдемі воздушный болып шығады, әдемі. Айды қазанға пісіреді, тоңмайды салып жеріп, омырып салады да сол неге қазанға пісіреді. Неменен қалақ болады, үлкен қалақтар, тесік қалақтар. Соларменен әйде орайды келеді. Бұлғап қазіргі пісіріп алады. О кезде мынандай кастрюльмен қапшықпен пісіреді, білмеймін, бір қаптарға салады. Сосын аязға қояды, онда аязға қойғанда түк бұзылмайды. Кейбіреулер мысалы үлкен қып бауырсақ қылады, соны жай айтады, ой, анайдың бауырсағы үлкен қып кескен деп. О кезде анандай дөңгелек кесу, не қылу деген жоқ, бірыңғай үлкен. Қанжығалың бауырсағы дейді, әйдік болады. Енді ши бауырсақ бар, дөңгелек бауырсақ бар. Үлкен қып кеседі, түрлі қып кеседі ғой бауырсақты. Енді жас кезімізде торғайда кәдімгі үлкен қып пісіреді. Сосын енді мына Қостанай жаққа келген кезде кәдімгі кесіп онша үлкен қылмай әдемі қып кеседі, енді аккуратный қып. Енді одан кейін Астанаға келсек, бұрын Астана келмегенде де домалақ қып стаканменен кесетімізді. Баяғыда жас кезімізде сондай еттім, енді келіншек болып түскенде білмеймін қайдан не қылғанымызды, әйтеуір біреулер сол кесіп солай етті. Солай қып та кескенбіз, әртүрлі қып кеседі. Кейбіреулер қиықшаға пісіреді, мысалы осылай нанды ашытады да, қиықша дейді. Үлкен қып кесіп, ортасынан тесік қалдырып, кәдім көтерді. Қиықша деген мынандай үлкен қып. Ләпешке дейді ғой, елі, білмеймін, бірдеме дейді. Бізде қиықша дейді, торғай жағда қиықша. Жаңа Владимировкада кімді қызық жасайтын үлкен табақ, бірдің қолын табақ сияқты. Иә, сол сияқты шығар, Владимировкада шығар, білмеймін. Міне бауырсағымызды басып болдық, мінекей. Осылай жұмсақ болу керек, міне, жұмсақ қып істедік, мінекей. Енді 1-2 сағатқа қоямыз, 1-2 сағаттан соң көтеріледі. Мына уже көтеріліп жатыр, мінекей. Жыл жерге орап, жыл жерге қоямыз. 1-2 сағаттай тұру керек. Сосын әдемі көтеріледі. Көтерілгенде тағы да 1-2 басу керек. Бір рет басамыз, бір көтерілген, екінші көтерілгенді басамыз, үшіншіде уже пісіреміз, мінекей, дайын. Уже мінекей жұмсақ, міне. Осылай жұмсақ ету керек. Тез көтеріледі, мінекей. Қолға жабыспайды. Ешқандай қолға жабыспай жатыр, мінекей. Қолға жабысқан жоқ, міне жабамыз, көтеріледі. Ой, бай. Міне бауырсағымыз көтерілді. Нанды 2 рет бастым. Мінекей жұмсақ әдемі болды. Көтеріліп жатыр, мінекей. Міне. Әдемі. 2 сағатта көтерілді, мінекей. Осындай болу керек. Жұмсақ, мінекей. Өте қатты емес, әдемі. Жұмсақ болса тез көтеріледі, әдемі. 1,5-2 сағатта көтеріліп шықты, мінекей. Сол енді бауырсақ нанымызды басып, бауырсақ істейміз. Нанымды басып, ысып аламыз, сосын кесеміз. Міне бұлай аламын. Қолменен. Бір бөлігін алып, мынаны қайтадан жауып қоямыз.
Өте қатты баспау керек, тезірек көтеріледі сонда. Сосын сысамыз. Не ешқандай қолға жабыспайды мінекей, әдемі. Бауырсақ тістегенде әдемі, көңіл күйің әдемі болу керек. Сол көңіл күймен істесең, бауырсағың да әдемі болып шығады. Әдемі көтеріледі. Орысша айтқанда с любовью. Бар махаббатыңды осы істеп жатқан тамағыңа беруің керек. Сонда тамақтардың бәрі жақсы, тәтті болып шығады. Наның да көтеріледі. Ашуланбау керек нан істегенде. Сабырға шақыру керек, сабыр деп. Сабырға шақырып адам сол істеу керек. Мінекей тамаша болды нанымыз. Енді қазір кесеміз. Әр жерде әртүрлі қылып кеседі. Кейбіреулер ұзын қылып кеседі, кейбіреулер қысқа, кейбіреулер жаңа домалатып кеседі. Көреміз енді қалай. Домалақ қылып істейміз біз. Әдемі бауырсағымыз тамаша болды. Өзіме осы домалақ бауырсақ ұнайды, бірақ пісіруі қиын, енді қиын болса да солай пісіреміз. Енді домалана береді. Пісіруі қиын. Домалана береді қазір. Пісіреміз ғой, бірақ сонда да осыны пісіреміз біз. Домаланса да. Өте жұқа болмау керек. Өте қалың да болмау керек. Қалың болса арасы шекі болады. Қазір кесетіміз бар, сонымен кесеміз. Бұрын бауырсақты кілең тоң маймен пісіреді. Қазір енді сұйық май бар. Сол сұйық майды қосып пісіреді. Қазір біз жартысын сұйық май қыламыз, жартысын тоң май салып, қазір пісіреміз. Тоң майды қорытып алдық. Әдемі қып. Тоң маймен пісіргенде өте дәмді болады. Сосын бауырсағымыз өте май шығып шылқылдап қалмайды. Кішкене майы аз сияқты болады. Сол тоң маймен пісірген жақсы. Қазір енді тоң майды ұнатпайды балалар. Сондықтан жартысын тоң май қыламыз, жартысын сұйық май қылып пісіреміз қазір. Міне мынандай бауырсақ пісіреді. Не қылатынымыз бар, мінекей мұның түрлі-түрлісі бар, үлкені бар, кішкентайы бар. Нанымызды кесіп болдық. Енді мынаған сұйық май қосамыз. Сосын тоң май қосам. Енді мінекей тоң май. Міне мынандай тоң май істедік. Мінекей. Бісміллә. Мінекей қойдың майы, сиырдың майы. Бәрін қорытып алғанбыз. Енді осыны қосамыз. Бауырсақ әдемі болады. Қазанға піскен. Анау газға піскеннен, мынау бауырсақтың дәмі де несі әдемі. Далаға піскен тәтті болады. Қанша не болса да әдемі болады. Мінекей қандай бауырсақ мінекей. Домалана берді. Болмайды, ала берем. Тамаша, күшті. 15 штугын салдым. Ауылдағылар постоянно далаға пісіреді. Бәріне. Сол сияқты біз де мінекей далаға пісіріп жатырмыз. Қандай тамаша, күшті.
Күшті болатыр, күшті. Только домалана береді сонысы ғана. Шөберемнің несібесі мол екен мінекей. Бауырсақ та тамаша мол болатыр. Шөберем мол болды енді. Қандай тамаша мінекей. Тамаша бауырсақ болатыр. Күшті болды. Мінекей, аламын. Қандай күшті мінекей. Екі салмен бір шара бауырсақ шықты ғой. Салғаннан екі бір шара бауырсақ шықты. О бауырсақтың әдемі болатыны, ашығанда әдемі ашыша, любой бауырсақ ашығанына байланысты. Әдемі ашыша, әдемі болып піседі томпылдап. Дрожжи әдемі болу керек болды. Міне, май түк жұқпайды міне. Тоңмай кеткен мінекей, май сыртында түк май жоқ. Қандай тамаша мінекей. Баяғыда осылай кілең тоңмайға пісіретінбіз. Міне, қандай күшті мінекей тамаша болды. Жаңа домалақ дөңгелек бауырсағымызды пісіріп болдық. Енді мынандай бауырсақты пісіреміз. Қазақша бауырсақ. Салып аламыз мінекей далаға. Ой, шешіріп кеттік. Бұл бауырсақ көп мол болады. Ұсақ болғасын бекен. Мол бауырсақ болады. Сорпаның бетін салдым.